Сіздер түсті ғой, алдындағылардың красноленияға ыршқуға түсетін кездерге мына красноленияға түсіп кеткендер бар. Олар деген өзінің деген үйлеріне сататын, өткізетін документтер бар, алып алды уже ақшаларын. Арғыметтегілер, иә. Енді бізге деген бір жағын айтты, сендерге соғылмайды, ыршқуға былайына қисайып кететін жол. Бізге соғылмайды. Бұл жаққа деген 30 метр, менің алдымнан 30 метр тұр. 30 метр тұр. Қарасайдың өзі. Қарасай ауданының әкіміне. 15 шақты адам жиналып барды. Иә, сонда не деп айтты? Ездили они, вот. Барды бәрімізді. Месяца два назад ездили. Ештеңе жоқ. Нақты ештеңе айтпайды. Ештеңе айтпайды, болды. Қайда жүрді? Бір как жас баланы жіберді. Қалдымыздан өтті, тұрды, айтты, түсіндіріп. Былай, короче, бізде деген шешілетін дүние, қаралып атқан дүние, бірдеңе деп. Құр сөз баяғы. Иә, баяғы сөз. 2 жыл бұрын сендердің нелер, пландар ауысып кеткен дейді мына жерде. Сендерді мына жерде вообще по идее мына ырысқұл түсі ЖК салу керек дейді. Қалай болды сонда? Онда оны басынан ескертпедіңдер ме, ана кісілер алып жатқанда сонда жер апап қоймады ма, жауап тұтамадыңдар ма? Мына жерде салынбайды деген. Жоқ, сендер өздеріңіз сұрамадыңдар дейді үкіметтен. Кім біледі ол үкіметтен сұрау керек қой. Біресе болады, біресе болмайды. Жоқ, енді ол ел деген қазір алып жатыр қалды. Ол кімнен сұрайды сонда? Оларға бәрі аты керек, онан кейін жердің, судың, көлдің сондай аты таба алмай отыр екен, ошым аты таба алмай отыр екен. Екі көшеге бүкіл Қазақстанның тұлғаларының бір-екі аты алмай отыр екен енді. Сонда сол үшін 5 жыл күтіп отырмын, мен түсінбедім. Сол тұлғалардың атын таппай отырмыз дейді, оған 5 жыл уақыт керек дейді. Сонда 5 жыл ойланады иә, олар жердің, іздейді. судың атын қоямыз дейді. Сондай аттарды таба алмай отырмыз дейді. Баран кім өртеді? Қарасайдың проектировщигіме келіп, елді шақыртып, каждыйымыз шақыртып, міне келіндер ел, жинайық, түсіндіріп айтайық, қалай шығамыз, қалай етеміз деп. Түсіндіріп, елге түсіндіріп айтпай ма? Ол қалай ол сонда ел деген не? Мына жерде саналмай ма адамды? Барымыз не, жоғымыз не, мына жерде белгісіз нәрсе болып тұр. Ужас.